Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен білім беру саласы қатынас ұйымдастырылған оқу қызмет түрі көркем әдебиет тақырыбы әже оқу қызметін бастаймыз. Ендеше балалар, оқу қызметімізді бастамай тұрып, әдемі ән тыңдап алайық. Балалар, әнді бірге қосылып айтып отырамыз. Сағындым әже өзіңді, мейірімді көзіңді, ертегіңді сағындым, құлыным деген сөзіңді. Сағындым әже өзіңді, мейірімді көзіңді, ертегіңді сағындым, құлыным деген сөзіңді. Сағындым әже сағындым, мейіріңе табындым, демалысқа шығамыз аяғында мамырдың. Сағындым әже сағындым, ағайын туған бауырды, қуат алып келейін топырағынан ауылдың. Сағындым әже сағындым. Сағындым әже сені шын, даналықтың кенісің, құртмайыңды сағындым, сақтап қойған мен үшін. Сағындым әже сені шын, даналықтың кенісің, құртмайыңды сағындым, сақтап қойған мен үшін. Сағындым әже сағындым, мейіріңе табындым, демалысқа шығамыз аяғында мамырдың. Сағындым әже сағындым, ағайын туған бауырды, қуат алып келейін топырағынан ауылдың. Сағындым әже сағындым, мейіріңе табындым, демалысқа шығамыз аяғында мамырдың. Сағындым әже сағындым, ағайын туған бауырды, қуат алып келейін топырағынан ауылдың. Сағындым әже сағындым, сағындым әже сағындым. Балалар, ән кім туралы екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, ән әже туралы. Ал сендердің әжелерің бар ма? Ендеше бүгін ақын Қадыр Мырзалидың «Менің әжем» өлеңімен танысып, ол өлеңді жаттаймыз. Балалар, ендеше өлеңді менімен бірге қайталап отырамыз. Менің әжем ақ әжем, ұл мен қыздың бақ әжем. Ертек айтып бер десең, айтып берер тақ әжем. Менің әжем жыр әжем, шуағы мол нұр әжем. Ақ таяққа сүйеніп, аман есен жүр әжем. Тағы бір қайталайықшы балалар. Менің әжем ақ әжем, ұл мен қыздың бақ әжем. Ертек айтып бер десең, айтып берер тақ әжем. Менің әжем жыр әжем, шуағы мол нұр әжем. Ақ таяққа сүйеніп, аман есен жүр әжем. Жарайсыңдар балалар. Суретте кімді көріп тұрсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Әже. Әже үстіне қандай киім киген? Иә, кимешек киген. Әже не істеп отыр? Иә, балалар, әже сырмақ сырып, көрпе құрап отыр. Ал қасында немере қызы көмектесіп отыр. Ал сендер балалар, әжелеріңе, апаларыңа көмектесесіңдер ме? Ендеше балалар, сергіту жаттығуын орындап, бойымызды сергітіп алайық.
орнымыздан тұрып, қимылды бірге қайталаймыз. Оңға, солға иіліп, белімізді жаттықтырайық. Түзу тұрып иілеміз оң жаққа, дәл солай иілеміз сол жаққа. Жаттығуды қайталай, екі жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Жаттығуды қайтала, екі жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, оңға иілеміз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, солға иілеміз. Жаттығуды қайтала, екі жаққа жай ғана иілеміз оңға солға тоқтамай. Балалар, сендер барлығында әжелеріңді жақсы көресіңдер, солай ма балалар? Олай болса балалар, сендер бүгін әжелеріңе арнап орамал сыйлағыларың келеді ме? Ендеше балалар, бізге үлгідегідей бір ақ парақ керек болады. Және қарындаш, бояуларымызды дайындайық. Үлгіге қарай отырып, ақ парақтың ішін өз қалауларыңызша әдемілеп, гүлдің түрлі түсті суреттерін салып дайындаймыз. Балалар, жарайсыңдар. Суретті асықпай, әдемілеп бояймыз. Өз қалауларыңызша сәндеп, әдемілеп жасауларыңызға болады. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Менімен бірге қайталайықшы. Менің әжем Мая бабушка. Менің әжем Мая бабушка. Жарайсыңдар балалар. Тағы бір рет қайталайық. Менің әжем Мая бабушка. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, бүгін біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы қандай болды? Дұрыс айтасыңдар балалар, әже туралы. Бүгін біз әжемізге арнап ән айттық, өлең жаттадық. Және де сыйлыққа орамалдың суретін салдық. Солай ма балалар? Ендеше сендерге үйге тапсырма. Әжемізге арналған өлеңді қайталап жаттаймыз. Оқу қызметіне қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар балалар.